Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім? Бүгін мен сіздермен шұбаттың денсаулыққа қандай пайдасы бар екенін сіздермен бөлісетін боламын. Мұқият соңына дейін көріңіздер. Түйе сүті емдік қасиеті жағынан аса жоғары бағаланады. Себебі түйе сүті құрамында май, ақуыз, минералдық заттар өте көп. Оның құрамындағы жеке компоненттер өзгермелі болып келеді. Яғни түйенің саулу кезеңіне, жыл мезгілдеріне жақсы қоректендірілуіне, түрі және тұқымдық ерекшеліктеріне қарай үнемі өзгеріп отырады. Адам ағзасына пайдалы шөптердің дені құмда өседі. Ал түйе жануары үнемі құмда сортаң жерде жүргендіктен тұла бойы емдік қасиетке тұнып тұрады. Сәйкесінше шұбатта ми мен жүйке жүйесіне пайдалы қант, лактозасы, диабет, ісік аллергиясы, бауыр қабынуы мен псориозға қарсы дененің иммунитеттің арттыратын антителалар бар екен. Ем болатын аурулары: кеңірдекшелердің созылмалы қабынуын, яғни желөкпе, күшәла шұбатымен емдеу жақсы нәтиже береді. Ол үшін 2-3 тал күшәланы түгі қырылған, түйе сүті құйылған сабаға салып, әбден пісіп, жылыдай орап, түн асырған соң бір кеседен күніне 3 реттен ішеді. Осылай 2-3 ай жалғастырса, сырқат адам сауығып кетеді. Мұны күшәла шұбат дейді. Асқазан мен ішек жолдарына қара жел байланып, ас қорыту нашарлағанда халық емшілері шай тосабы арқылы емдейді. Ол үшін іші тазаланып жуылған сырлы шәйнекке су құйып, тас шәй, қалампыр, қара бұрыш, тұз салып, тезек отына шымырлатып қайнатады. Шәугімдегі дәрі-дәрмектердің нілі шыққан кезде 2 кеседей түйенің шикі сүтін қосып, қайта қайнатады. Әбден демделген қызыл күрең шайға қаймақ, сары май қосады да 1 рет 1-2 кесе ішеді. Бұл емді осылай бір мезгіл жасайды. Жүрек ауруы бар адамдар байқап ішкені жөн. Пайдалану мөлшері жағдайға қарай болады. Түйе сүтінің құрамында май, бөлек түрлі витаминдер және қанттарға өте бай. Сіздерге менің бүгінгі ақпаратым ұнаса, міндетті түрде лайк басып, маған подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ертең де сіздермен күнделікті керемет денсаулыққа пайдасы бар ақпаратпен бөлісіп отыратын боламын. Рахмет.